Салем ауылында Винифред үйіне асығады. Оның жолына түскендердің бәрін итеріп жібереді. Ол келгенде Виннидің туған күніне арнайы желе дайындаған әпкелері Мэри мен Сараны кездестіреді. Алайда қыз ашуланады. Өйткені реверент ауылдағы жас жігіт Джон Причардқа үйлену керек деп шешті. Винифред әпкелерінен айырылғысы келмейтіндіктен бас тартады, және екеуі оған орманда тапқан сирек кездесетін өрмекшіні сыйлық ретінде беру арқылы оның көңілін көтеруге тырысады. Жас келіншек бұл қимылға риза, бірақ құрметті адам ауыл тұрғындарымен бірге әпкесінің үйіне барады. Ол Винифредтен Джонға үйленіп, Салем заңдарына бағынуын талап етеді. Бірақ қыз қайтадан бас тартады. Осыған байланысты құрметті адам Виннидің Салемнен қуылғанын және оның әпкелері Смит отбасында тәрбиеленетінін хабарлайды. Содан кейін ол Мэри мен Сараны алып кетуді бұйырады. Бірақ мәртебелі оның қолында жүрген өрмекші Винифредті көріп, шошып айқайлай бастайды. Ауылда дүрбелең басталып, үш апалы сіңлілі қашып кету мүмкіндігін пайдаланып, тыйым салынған орманға қарай қашады. Сол жерде олар алыстан ән айтып тұрған әдемі дауысты естиді. Кенет бүркіт әпкелеріне қарай ұшып келеді. Көп ұзамай құс бақсыға айналады. Ол Сараның мойнынан ұстап, оған сиқырлы сусын ішуге тырысады. Алайда Винифред әпкесін құтқаруға асығады және қыздың батылдығына тәнті болған бақсыны итеріп жібереді. Содан кейін ол өзін Салемнің бақсылары үшін қасиетті орын тыйым салынған орманда тұратын бақсы анамын деп таныстырады. Қыздардағы әлеуетті көріп, ол оларға болашақта күшті бақсы болу үшін заклинание кітабын береді. Дегенмен, сиқыршыны өте күшті ете алатын Мегика Максима деп аталатын заклинание бар, бірақ оған тыйым салынған. Винифред мұндай заклинание жасамауға уәде береді. Ал анасы кітапты үш әпкесіне қалдырып, кетіп қалады. Бірнеше минуттан кейін олар ауылға оралып, түтін мен жалынның сиқыры деп аталатын сиқырды тапқанша кітаптарды ақтара бастайды. Үшеуі де оны тексеруге бел буып, сиқырды жанып жатқан құрметті адамның үйінің дәл алдында айтады. Кітап шынымен де жұмыс істейді, және апалы сіңлілер әлемдегі ең күшті бақсы болу жолын бастайды. Бұл күндері Салем екі досы Изи мен Бекка тұратын қарапайым американдық қалаға айналды. Олар мектепке жаңа ғана келді. Ал Изи Хэллоуин қарсаңында Беккидің туған күнін тойлағысы келеді. Бала кезінен екі қыз да досы Кессимен бірге бұл датаны қорқынышты фильмдер марафонымен атап өтті. Алайда Кесси Майкпен кездесе бастағаннан бері ол достарынан алшақтай бастады. Жаратылыстану сабағында Бекка Майкты сиқырлағандай сөздерді айтып, оны мазақ етуді ұйғарды. Бала ашуланып, олар дауласа бастады. Соның салдарынан мұғалім сабақты тоқтатып, не болып жатқанын сұрады. Кесси Бекканы қорғаудың орнына жігітінің жағына шығып, оның құрбысын директордың кабинетіне апарды. Ұрысқаннан кейін Бекка Изимен кездесіп қалады, және екеуі Кессиді кино марафонына шақырмауды шешеді. Үйге барар алдында олар Хэллоуин фестиваліне барады. Онда олар Траск мырзамен, Салем қаласының мерімен және Кессидің әкесімен кездеседі. Ол қыздарды қайта көргеніне қуанышты және олардан оның қайта сайланғаны туралы парақшаларды таратуға көмектесуін сұрайды. Олар келісіп, парақшаларды сиқырлы дүкенге апарады. Онда есі Гилберт апалы сіңлілі Сандерсон туралы аңызды дәріптейтін презентация жасайды. Бұл әңгімеде Винифред, Мэри және Сара заклинание кітабын тапқаннан кейін керемет бақсы болған айтылады. Жылдар өтті. Бір түнде олар қызды өлтірді деп айыпталып, қала алаңында өлім жазасына кесілді. Соған қарамастан, олар қарғыс айтты. Ал егер Хэллоуин қарсаңында қараңғы отты шам жағылса, апалы сіңлілер Салемді тағы да қуады. 29 жыл бұрын олар ақырет өмірінен қайта оралды. Ал Гилберт оларды тірілту үшін қолданылған шамды көрсетті. Тұсаукесерден кейін Гилберт Беккамен танысады және оның 16-ға таяп қалғанын білген соң, оған сыйлық ретінде арнайы шам береді. Оның айтуынша, бұл шам оны зұлым рухтардан қорғайды. Сонымен қатар қарғысты жою үшін қолданылатын Анжелика жапырақтарын береді. Бекка оған сыйлығы үшін алғыс айтады және мерекені бастау үшін Изимен бірге жолға шығады. Бірақ қыз олардан алдымен Салем орманына тоқтауын сұрайды. Ол жерде болғаннан кейін Изи Хэллоуинді қызықты ету үшін бақсылардың рәсімін қайталау идеясын ойлап табады. Ал Бекка келіседі. Содан кейін екеуі рәсімді бастап шам жағады. Бірақ Сандерсон апалы сіңлілері туралы аңыздағыдай қара жалын пайда болады. Көп ұзамай бүкіл орман дірілдей бастайды және жерде үлкен жарықшақ пайда болады. Одан Сандерсон апалы сіңлілері шығып, Салемге тағы да шабуыл жасауға дайын. Гилберттің оларды алдағанын түсінген Бекка мен Изи қашуға тырысады. Бірақ Сара олардың алдынан шығып, бақсылардың жаңа етке құмар екенін айтады. Содан кейін Бекка бақсылардың үлкен жанкүйері екенін айтып, жасырынуға тырысады. Сондықтан ол оларды қайтарып алды. Сонымен қатар, қыз бақсыларға сиқырларын жасау үшін құрбандарды қуудың қажеті жоқ екенін айтады. Өйткені олар бүкіл Салемдегі дүкендерден сусындар мен сиқырларды таба алады. Бақсылар бұған қуанып, қыздарға оларды осы дүкендердің біріне апаруды бұйырады. Басқа амалы қалмаған Изи мен Бекка қалаға барып, сұлулық дүкеніне кіреді. Ішінде Бекка шеруді жалғастыра береді және үшеуіне дәліздің соңына дейін баруды бұйырады. Сонда олар сиқырлы сусындарды табады. Бақсылар ол жаққа барып, бұл өнімдердің не екенін білмей, дүкеннен лосондар, кремдер, тіпті парфюмерия іше бастайды. Алайда
Олар ешқандай сиқырлы әсерді сезбейді, және қызметкерлердің бірін тапқанда, Винифред дүкенде қандай да бір сиқырлы құралдар, сусындар бар жоғын сұрайды. Шындықты білгеннен кейін, үш апалы сіңлілі Беккамен қақтығысқа түседі. Ал Винифред қызға сиқыр жасауға дайындалып жатыр. Бақытымызға орай, Бекка жалтарып үлгерді де, дүкеннен бірнеше банка тұз алып кеткен Изиге тап болды. Қыз ертегілерде сиқыршылардың сиқырларын тұзбен жауып тастауға болатынын есіне алып, оны іс жүзінде сынап көруді ұйғарады. Ақырында апалы сіңлілі Сандерсон екі дос қызды тауып алады. Ал Винифред оларға тағы бір сиқыр жасайды. Алайда, соңғы секундта Изи еденге тұз құйып, сиқырды сиқыршыларға қайтарады. Осы қорғаныстың арқасында қыздар кетіп қалады. Бірақ Винифред оларды елемейді, және әпкелерін заклинание кітабын алуға шақырады. Олар асығуы керек, өйткені егер олар таң атқанда қарғысын жою үшін ештеңе жасамаса, олар ақырет өміріне қайта оралады. Мұны істеу үшін олар сыпырғышты, шаңсорғышты және екі робот шаңсорғышты алып, оларды Салем аспанында ұшып бара жатқанда көлік ретінде пайдаланады. Осы уақытта Бекка мен Изи сиқырлы дүкенге қайта жүгіріп барып, Гилбертпен ол сыйлаған шам туралы дауласады. Мойындады. Өйткені ол Сандерсон апалы сіңлілерінің үлкен жанкүйері және оларды қайтарғысы келді. Қыздар мұны ақылсыз деп санайды. Бірақ кенеттен заклинание кітабы қозға бастайды, және мұқабада адамның көзі пайда болады. Содан кейін Гилберт кітапты ашады, ал жарқыраған нұр аспанды тесіп, бақсыларға кітаптың қай жерде екенін көрсетеді. Бірнеше секундтан кейін апалы сіңлілі Сандерсон бірнеше жыл бұрын өмір сүрген жерінде орналасқан сиқырлы дүкенді табады. Кітапты көргеннен кейін Винифред оны қайтарып алып, сиқырмен зынданға апаратын едендегі жасырын есікті ашады. Содан кейін ол Бекка мен Изиді ішке лақтырып жібереді де, қыздардың кетуіне жол бермеуі және оның жоспарларын бұзу үшін баспалдақтарды алып тастайды. Гилберт бақсыларға қыздарға бұлай істеудің қажеті жоқ екенін айтып, араласуға тырысады, және оларды өмірге қайтарған адам екенін түсіндіреді. Ол сондай ақ 29 жыл бұрын Хэллоуин түнінде үйіне қайтып бара жатқанда, кейбір көрші балалар одан кәмпит алып кеткенін айтады. Гилберт шошып кетті, бірақ ол аспандағы үш бақсыны көріп, олардың соңынан зиратқа барды. Ол олардың таң ата жоғалып кеткенін көру үшін дер кезінде келді. Бірақ бақсылар оған үлкен әсер қалдырды, және ол олардың бүкіл тарихын зерттеді. Ақырында ол сиқырлар кітабын тауып алып, оны осы жылдар бойы Сандерсон апалы сіңлілерінің бұрынғы үйінде дүкенін ашқан кезде сақтады. Оның барлық күш-жігеріне қарамастан, бақсылар оған мән бермейді, және олар тірі қалудың жолын табуға тырысады. Кенеттен Мери үстел үстінде Мер Траскидің жарнамалық парақшаларының бірін көреді, және үшеуі оның бұрынғы мәртебелі Салемнің ұрпағы екенін біледі. Одан кек алғысы келген Винифред одан да күшті бақсы болу үшін тыйым салынған Magic Maxima заклинаниясын қолдануға шешім қабылдады. Осылайша ол өзін өмірге қайтаратын, тресктен кек алатын және бүкіл Салемді құртатын сусын жасай алады. Содан кейін ол кітапты іздей бастайды. Бірақ таң қалдырғаны, ол бұл заклинаниеге тыйым салынғанын білетіндіктен ашудан бас тартады. Соған қарамастан, бақсы кітапты ашу үшін өзінің сиқырын пайдаланады және оны орындау үшін бірнеше ингредиенттер қажет екенін көреді. Олардың уақыты көп болмағандықтан, Винифред ескі құм сағатын алып, Гилбертке қарғыс айтады. Бұдан былай ол соңғы құм түйіршіктері түскенге дейін ингредиенттерді табуы керек, әйтпесе оның жаны жойылады. Басқа амалдары жоқ. Гилберт Мериден материалдар тізімін алып, оларды іздеуге кіріседі. Ал бақсылар Траск мерін іздеуге шығады. Олардың барлығын естігеннен кейін, Бекка мен Изи әкесіне қауіп төніп тұрғанын ескерту үшін Кесси деп аталатын бейнені қолданып көрді. Осы кезде қыз әкесінің рұқсатынсыз Хэллоуин мерекесін өткізіп жатыр. Оған достары қоңырау шалады, бірақ ол жауап беруге тырысқанда экран толығымен қараңғыланады. Сиқыршының сиқыры кедергі келтірген сияқты, және Бекка Кессимен сөйлесе алмайды. Содан кейін Изи өзі алған және қарғыстарды жоюға қабілетті Анжелика жапырақтарын есіне алып, екеуінің зынданнан шыға алатынын білу үшін оларды өртеп жіберуді ұсынады. Бекка келіседі де, екеуі жапырақтарды өртеп жібереді. Соның салдарынан баспалдақтағы заклинание бұзылып, қайта пайда болады. Содан кейін екеуі зынданнан бірге қашады. Сонымен бірге Гилберт ингредиенттерді іздеуді жалғастыруда. Оның біріншісі бақсының ғашығының басы. Содан кейін ол Винифредтің әпкесі Сарамен алдап кеткеннен кейін жойылған бұрынғы жігіті Билли Батчерсонның қабіріне барады. Гилберт жер қазуды бастағанда Биллидің жерден көтеріліп бара жатқанын көріп таң қалады. Ол зомби болса да, Гилбертке оған шабуыл жасамайтынын, тек бақсының қарғысынан құтылып, мәңгілік тыныштық тапқысы келетінін айтады. Билли оның әділетсіз түрде шеттетілгенін айтады. Өйткені ол ешқашан Винифредтің жігіті болмаған, бірақ ол оның Сараға ғашық болғанын қабылдай алмады. Гилберт зомбилерден күдіктенсе де, ол одан ингредиенттерді табуға және сиқыршыларды бір жолы жеңу үшін заклинание жасауға көмектесуін сұрайды. Дүкенге қайтып келгенде, Бекка фестивальдің көрікті жерлерінің біріне кезекте тұрған Траск мырзаға қоңырау шалуға асығады. Бекка бақсылар туралы әңгімеге сенбейтінін біледі, сондықтан ол оған Кессидің әкесінің рұқсатынсыз кеш өткізгенін айтады. Мұны естіген әкім фестивальге жаңа келген бақсылардан аздап қашып, үйіне асығады. Бұл мәселені шешкеннен кейін, Бекка сиқырлар кітабын іздеуге кіріседі, және оны Гилберттің үй жануарлары мысығы өрмекші торының көмегінің арқасында табады. Содан кейін ол кітапты сөрелердің бірінен алып кетеді. Бірақ оны бақсылар қарғысқа ұшыратып,
қайта алып кетеді. Олар емле кітабын пайдалана алмайтындықтан, Бекка мен Изи тезірек жету үшін Гилберт автобусымен Кессидің үйіне барады. Осы уақытта апалы сіңлілер Мерді іздеуді жалғастыруда. Өйткені фестиваль қызметкерлерінің бірі бақсыларды косплейшілер деп қателеседі. Ол байқау жақын арада басталатынын айтып, әпкелерін сахнаға шығарады. Онда төрешілер ең жақсы Салем ведьма костюмін таңдайды. Үшеуі де жеңіске кепілдік берілетініне сенімді, өйткені олар нағыз Сандерсон апалы сіңлілері. Алайда төрешілер басқа үштікті таңдап, Винифредті ашуландырды және ол жүлдені күшпен тартып алды. Сонымен қатар, ол барлығына әкім іздеп жүргенін ескертті және қаласа да, қаламаса да, оны табуға көмектесетінін ескертті. Айналадағылардың бәрі абдырап қалды. Бірақ бақсылар сиқыр жасап, сахнадағы топқа ойнауды бастауды бұйырады. Содан кейін үш апалы сіңлілі ән айтып, би билей бастайды, және айналасындағылардың бәрі де солай істейді. Өйткені олар әпкесінің сиқырымен басқарылады. Барлығы оның бақылауында болған кезде, Винифред жиналғандарға қала бойынша әкім іздеуді бұйырады. Осы жерден алыс жерде Изи мен Бекка Кессидің үйіне келеді. Ол Бекканың әкесіне үйде кеш өткізіп жатқанын айтқанына ашуланады. Бұл арада жиналғандар әкімді іздеуді жалғастыруда, бірақ бақсылар күтуден шаршады. Содан кейін олар тезірек біреуді іздеуді ұйғарады. Кездейсоқ олар Кессидің үйінен жаңа ғана шығып кеткен жігітін тауып алады. Футбол формасындағы баланы көргенде, олар Майкке сиқыр жасайды. Ал ол сүйіктісінің үйіне қарай жүгіреді. Бірнеше минуттан кейін ол өзі тұратын ауданға келеді, және ол бақсы балгерлері бар баланы көргенде, Бекка Кесси мен Изиге үйге тығылуын айтады. Алайда бақсылар қыздарды көріп, әкім іздеп үйлеріне басып кірген. Олар не болып жатқанын білмейді. Траск мырза фестивальге тамақ ішу үшін қайтып келе жатқанда, оның бағытына қарай бет алған көпшілікті көрді. Бұл қандай да бір музыкалық нөмір екеніне сеніп, әкім көңіл көтеруге қосылады. Бірақ топ оны тапқан бойда бақсының сиқыры сейіледі. Траск мырза абдырап қалды. Бірақ ол кезекке тұрып, жеңіл тағамдар сататын дүңгіршектің жабылғанын білгенде, жағдай одан сайын нашарлай түседі. Мердің үйіне оралғанда, Бекка, Кесси және Изи гаражға тығылады. Ал бақсылар көп ұзамай келеді. Олар Бекканың кітап шкафының артына тығылып жатқанын көреді. Ал қыз олардың күшті сиқырына көмектесетінін айтып, мәміле жасамақшы болады. Ол Ингрид Солпак 33 жыл сізбен бірге. Туған күнді қосыңыз. Мерекелік супер бағадан ләззат алыңыз. 6 мен 19 қазан аралығында 24 айға дейінгі туралы әңгімені естігенін және оның қолында Аурелия шырыны бар екенін айтады. Содан кейін Бекка оларға бірнеше тамшы шырын құйылған бүткені көрсетіп, егер олар оған және оның достарына қашуға рұқсат берсе, оны беруге уәд береді. Бақсылар оған бөтелкені беруді бұйырады. Бірақ қыз бас тартып, Сандерсон апалы сіңлілері неге Салемге шабуыл жасағысы келмейді. Винифред бұған дейін бір мәртебелі адам оны әпкелерінен ажыратпақ болған. Енді ол ұрпағынан кек алмақшы деп жауап береді. Олар бәрін түсіндіргеннен кейін, үшеуі бөтелкені күшпен алуға тырысады. Бірақ Изи мен Кесси шкафтардан шығып, бақсыларға тұз сеуіп бастайды. Осының арқасында Винифредтің сиқыры бұғатталып, бақсылар күш алаңында қалып қояды. Қаланың басқа жерінде Гилберт Биллидің көмегімен ингредиенттерді іздеуді жалғастыруда. Барлығы Хеллоуинге киінгендіктен, оның зомби екенін ешкім байқамайды және екеуі тізімдегі ингредиенттерді бірге жинайды. Содан кейін олар дүкенге қайтады. Ал Гилберт құм сағатында құмның жартысынан көбі қалғанын түсінеді. Ол затты төңкеріп тастауға тырысады. Бірақ Винифредтің сиқыры күшті және құм төгілуін жалғастыруда. Содан кейін Билли құм сағатын көріп, Гилберттің сиқыршылармен сиқырлы келісім шартқа отырғанын түсінеді. Ол жігіттің оларға көмектесуге тырысып жатқанына сенеді де кетіп қалады. Бірақ Гилберт зомбидің артынан жүгіріп, оның басы керек екенін айтады. Өйткені ол да ингредиенттердің бірі. Билли бас тартады. Бірақ Гилберт бақсыларға апару үшін зомбидің басын жұлып алады. Осы кезде Бекка және оның достары гараждан шығып, Майктың сиқыршылықтан құтылғанын көреді. Содан кейін Изи екеуі болған оқиғаның барлығын және таң атқанша бақсыларды қамауда ұстау керектігін түсіндіреді. Алайда Мер Траск көлігімен келіп, гаражға кірмекші болған кезде, оның алдында тұрған үш апалы сіңліні көреді. Мистер Траск оларды кешке келген қонақтар деп ойлап, оларды қарсы алуға барады. Бірақ Кесси оларды жібермес бұрын оны тоқтатуға асығады. Қыз мұны жасыруға тырысады және әкесі іште біраз демалғанша оларды сыртқа шығар алдында шығарып салатынын айтады. Абдырап қалса да келіседі де. Ол үйге кірген бойда Кесси және басқалары таң атқанша күтуді жалғастыру үшін автобусқа қайтады. Алайда ешкім байқамай, Меридің робот шаңсорғыштары олардың соңынан еріп, бақсылардың айналасындағы тұзды тазартқышты тазалай бастайды. Осының арқасында апалы сіңлілі Сандерсон қашып үлгереді және Кессиді ата-бабаларының қылмыстары үшін төлеу үшін оны ұстап алады. Бекка оларды тоқтатуға тырысады және кенеттен оның қолдары жұмбақ энергияны шығара бастайды. Қыз мұны қалай істегенін білмейді, бірақ уақытты босқа өткізуге болмайды және ол Изиді досының соңынан еруге шақырады. Бақсылар тыйым салынған орманға барады. Өйткені сиқырлар кітабына сәйкес, сиқырды бақсылар үшін қасиетті жерде жасау керек. Олар келгенге дейін Гилберт сол жерге барып, табылған барлық ингредиенттерді, соның ішінде Биллидің басын алып кетеді. Бірнеше секундтан кейін бақсылар орманға келіп, Кессиді ертіп келеді.
Ал Винифред Magic Симаны шақыру үшін заклинание кітабына жүгінеді. Дегенмен, бір өте маңызды ингредиент әлі де жетіспейді. Жаудың қаны. Осы себепті бақсылар рәсіп аяқтау үшін Кессиді құрбандыққа шалуды ұйғарды. Енді Гилберт өз миссиясын орындағаннан кейін, олар оны келісім шарттан босатып, бұл адамды алысқа жібереді. Содан кейін үшеуі барлық ингредиенттерді жинап, заклинание жасай бастайды. Рәсімнің ортасында екі дос орманға келеді. Ал Изи Беккидің қолдары жарқырап тұрғанын байқайды. Ол досының да бақсы екеніне сенеді және өзінің сиқырын Сандерсон әпкелеріне қарсы қолдана алады. Бекка бұл жаңа күшті қалай басқаруға болатынын білмейді. Бірақ Изиден Кессиді сиқыршылармен бетпе-бет келгенше құтқаруын сұрайды. Қызды көргенде, үш апалы сіңлілі оның ішінде сиқырдың өсіп келе жатқанын сезді. Ал Бекка оның қолынан сиқыр жасауға тырысты. Алайда, ол әлі тәжірибесіз болғандықтан, оның күші ешқандай зиян келтірмейді. Және бақсылар оны жоюға дайындалып жатыр. Бақытымызға орай, Кесси мен Изи үш шындыға тас пен жеміс лақтырып, құрбысын құтқарады. Сара Винифредті қорғауға тырысады және алғаш рет саусақтарынан күшті сәулені шығарып үлгерді. Мери дәл осылай жасайды. Бұл максимумның сиқыры жұмыс істейтінін және олардың одан да күшті екенін көрсетеді. Екеуі барлық жерде заклинание жасай бастайды. Бұл Винифредті ашуландырады және ол әпкелеріне өзін ұстауды бұйырады. Әйтпесе олар да сиқырланады. Апалы сіңлілер бұл көзқарасқа ренжіп кетіп қалады. Ал Винифред артта қалып, Бекканы сиқырлай бастайды. Жарақат алғанына қарамастан, қыз бақсыны жоспарынан бас тартуға көндіруге тырысады. Өйткені оның қателіктерін өтеуге әлі де мүмкіндігі бар. Бақсы оған мән бермейді және шабуылын жалғастыра береді. Бірақ Бекка дүкеннен шықпас бұрын заклинание кітабымен сөйлесе алғанын айтады. Мұны дәлелдеу үшін қыз қолын созады. Кенет кітап оның бағытына ұшып кетеді. Осыдан кейін Бекка Кесси мен Изимен қайта қауышады. Ал үшеуі кітаптан Винифредпен қалай күресуге болатынын сұрайды. Содан кейін ол Magic Максима бетін ашып, сиқырдың жұмыс істеуі үшін олар билікті бөлісіп, ең жақсы көретін нәрселерін құрбан ету керек деген ескерту жасайды. Бірнеше секундтан кейін үш бақсы қыздарға шабуыл жасау үшін қайта пайда болады. Бірақ Бекка күш өрісін құра алады. Соған қарамастан, өріс жойылып кете жаздады. Бірақ Изи үш досынан қол ұстасуды сұрайды. Өйткені күшті бөлу арқылы олар күшейе түседі. Жоспар күш өрісі сақталғанша жұмыс істейді. Бірақ бақсылар оған мән бермейді және сиқырды аяқтау үшін қайта оралады. Рәсім аяқталғаннан кейін аспанды күшті жарық сәулесі кесіп өтеді. Содан кейін қара жалын шамы сөнеді. Бұл жолы бақсылар жоғалып кетпейді. Бұл сиқырдың жұмыс істегенін және олар бұрынғыдан да күштірек өмірге қайта оралғанын көрсетеді. Сандерсон апалы сіңлілері бұл жеңісті тойлап жатыр. Бірақ Бекка қайта пайда болып, сиқырды мүмкіндігінше тезірек алып, тастау керектігін айтады. Винифред бас тартады, бірақ қыз сиқырдың бағасы бар екенін ескертеді, және ол сиқыршының ең жақсы көретін нәрсесін алып тастайды. Дәл осы сәтте Сара мен Меридің денелері жоғала бастайды, және олардың қателігін түсінген Винифред сиқырды жоюға тырысады. Бірақ тым кеш. Әпкелері болмаса, бақсы бірінші рет өкініп, сиқырлар кітабынан сиқырдың күшін жоюды сұрайды. Содан кейін ол Бекка мен оның достары жаңа заклинание жасайтын бетте ашылады. Алайда Мери мен Сараны қайтарудың орнына бұл заклинание Винифредті әпкелеріне жібереді. Соған қарамастан, бақсы олармен қайта қауышқанына қуанышты және оның денесі жоғала бастағанда жай ғана жымиды және ол Мери мен Сарамен ақырет өмірінің бір жерінде кездесуге барады. Апалы сіңлілі Сандерсон жоғалып кетті. Көп ұзамай Гилберт Биллидің басы кесілген денесімен бірге пайда болды. Содан кейін ол денені зомбидің басымен қайта біріктіреді. Ол ақырында бақсының қарғысынан құтылып, енді көптен күткен мәңгілік тыныштығына бара алады. Бәрі шешілгеннен кейін Гилберт істегені үшін кешірім сұрайды және қыздарға дүкендегі барлық заттарға жеңілдіктер беруге уәде береді. Ақыры Бекка, Кесси және Изи қайтадан дос болып, бірге үйлеріне қайтты. Біз дәстүрді ұстанып, Хэллоуин мерекесіне дейін кино марафонымызды өткізуді жоспарлап отырмыз. Дегенмен, сиқыршылар дүкенінде өрмекші Тор сөреден екінші қара жалын шамы бар қорапты тауып алады. Осының арқасында Сандерсон апалы сіңлілерінің қайтып оралып, Салем қаласын тағы да қорқыта бастауы мүмкін. Сонымен, бұл фильм туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, басқа фильм шолуларына жазылыңыз. Келесі кездескенше